Баршаңызға сәлем достар, мені арнама қош келдіңіздер. Достар, бүгін біз өте дәмді болып пісетін, жұмсақ болып пісетін, ашытқыны қажет етпейтін, 10-15 минутта дайын болатын осындай дәмді жеті шелпек жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар, және де менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Көріп тұрғандарыңыздай осындай дәмді шелпектің рецептісін бастаймыз. Бір жұмыртқаға 2 ас қасық қант, 1 қасық тұз қосып жақсылап араластырамыз. Және де оған 30 грамм сұйық май қосып, оны да араластырамыз. Және де сүтіміз міндетті түрде жылы болу керек. Жақсылап араластырып, 1 шай қасық ас содасын қосып, тағы да араластырамыз. Ұнды електен өткізіп алдым, алдын ала міндетті түрде өткізіп алыңыздар. Жақсылап араластырамыз да қолдың көмегімен жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін 10-15 минутқа тындырып қоямыз. Мінекей достар, біздің қамырымыз тынды, енді оны 7 бөлікке бөлетін боламыз. Көз мөлшермен барлығын бірдей етіп бөліп аламыз. Достар, мені арнамда сіздерге арналған қарапайым, өте оңай рецепттер бар. Мені арнама тіркеліп, видеоларды қараңыздар, өздеріңізге қажетті рецепттерді алсаңыздар болады. Барлығы да тексерілген, өте жақсы шығатын, бір жасағанда шығатын рецепттер. 7 шелпекті осылайша жұқа етіп жайып аламыз да 10 минутқа қоямыз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай барлығын бірдей етіп жайып шықтым. Шелпектерімізді тындырып, одан соң майымызды қыздырамыз да осылайша барлығын тез-тез пісіріп алатын боламыз. Көмпиіп, әдемі болып пісетін болады. Достар, менің каналыма тіркеліңіздер. Менің каналымның дамуына, қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосыңыздар. Мен сіздерді каналымда күтетін боламын. Және міндетті түрде пікір жазыңыздар. Егер сіздер басқа рецептпен жасайтын болсаңыздар, ол рецептпен де менімен бөлісіңіздер. Мен де сіздердің рецептпен жасап көретін боламын. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай біздің 7 шелпегіміз дайын болды. Дәмді болып шықты. Біздерге ұнады. Әркез балалар сұрап жейтін болады. Достар, барлықтарыңызға ас болсын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.